Павлодар қалалық оқушылар сарайында адал ұрпақ ерікті мектебі клубтары арасындағы облыстық слет өтті. Мақсат сыбайлас жемқорлық пен коррупцияға қарсы азаматтық үнді жасөспірімдер арасында қалыптастыру. Фатима Асқарова облыстық слетке Аққул ауданынан келіп отыр. Жалпы адал ұрпақ ұйымы ашылғаннан бері оған мүше болып мектеп ішіндегі еріктілер клубының жетекшісі. Аталмыш шараның маңыздылығын айта келе алдағы жоспармен де бөлісті. Мен Қазақстан Республикасының тұрғыны болғандықтан, оның гүлденуіне өте қатты атсалысамын, және де болашақта мүлдем жемқорлық ісін жоққа шығарамын деген ойдамын. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясының негізгі үш басымдығы бар, яғни ол профилактика, ағарту және қылмыс жасағандарда жауапқа тарту. Осы үш бағыт бойынша мектеп оқушылары арасында өткізіліп отырған шара сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға бағытталған. Қазіргі уақытта жалпы Қазақстан бойынша 800 мың оқушы бар. Осы адал ұрпақ еріктілер клубына қосылған. Бұндай мәдениетті қалыптастыру жемқорлыққа бірінші сыныптан бастап жоғарғы оқу орнына дейін бар. Және де мысалы орта білім беру шеңберінде ол мысалы сынып сағаттары, осындай жаңағы адал ұрпақ клубтары, түрлі шаралар ұйымдастырылса, осы мәдениетті қалыптастыру бойынша сыбайлас жемқорлыққа жоғары оқу орындарында мысалы сыбайлас жемқорлық негіздері, сыбайлас жемқорлық қарсы негіздері деген пән бар кәдімгідей. Сол пән оқытылады мысалы. Адал ұрпақ облыстық слеті аймағымыздың аудандарынан 200-дей баланың басын қосты. Жас буын өкілдері театрландырылған қойылым шешендік өнер сайыстарында сынға түсті. Жалпы адал ұрпақ еріктілер клубы 2016 жылдан бастап барлық жалпы орта білім беретін мекемелерде ашылған болатын. Келе жатқан ұрпақтарға жемқорлыққа қарсы қалай күресу керек екен, қандай жұмыстар бар екен, қандай жолдар бар екенін көрсетіп, балаларымыз адал ұрпақ болып өссе деген мақсаттамыз. Адал ұрпақ слетін білім басқармасы мен Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері жемқорлыққа қарсы агенттігінің Павлодар облыстық департаменті ұйымдастырып отыр. Марина Сахарова, Қанат Ахметжанов, ертіс ақпарат.